негізі бұндай конференцияларға, жиналыстарға негізі қатысып тұрған дұрыс. Өйткені әрбір тірлікте өзің білмеген нәрсені өзіңнің ошибкамен үйренгенше, осы тірлікте жүрген, басынан өткізген, қисығы мен түзуін көрген адамдармен сұхбаттасып, обмен опыт алған дұрыс. Адамдармен танысасың, специалистермен сөйлесесің, олардың презентациясын көресің. Енді бізде болашағы зор қой бағытында болғанымен, алдағы уақытта мал шаруашылығы, крес, ірі қара мал бойынша, сүт бойынша істейтін ойларымыз да бар. Жай айтпайды ғой, ауылдан шықпаған адамның әңгімесі де ауылдан ары кетпейді деп. Сол себептен жан-жаққа шығып, конференцияларға қатысып, былай айтқанда өз біліміңе инвестиция салу ол дұрыс мәселе. Жігіттер, білімімізді шыңайта берейік, бай қуатты болайық.